Сөйтіп 18 мың ғаламды сен көкірегіңе сыйғызып алуың керексің. Ал егер оны саяси түрде діннің шапанын жамылып алып, мына жерлеріне жаңағыдай өтірік сақал қойып алып, оншақты хадис жаттап алып, ол ширк, ол күнә деп саған психологический атака жасай беріп, сен сол атакаға төтеп бере алмай, қорқып кетіп, психологиялық жағынан жеңіліп тізе бүгетін болсаң, онда болды, бітті. Сені 18 мың ғаламмен байланыстырып тұрған жаңағы паутина смыслов дейді, смысловая паутина дейді. Жаңағы 18 мың ғаламмен сені байланыстырып тұрған илахи жіптердің бәрін қиып, сені қуыс кеуделікке топ еткізіп түсіреді. Болды, одан кейін бітті сенің шаруаң. Көкірегі қуыс адамның көкірегіне сен діни радикализм егесің ба, діни экстремизм егесің ба, оған жағы соғыс құмарлық егесің ба, ол адамды Сирияға айдап жібересің ба, шахид қылып жарасың ба, білгенін істей бер одан кейін. Көрдің? Сондықтан бұл экософия деген, ол саған баланың ойыны, бақсының жыны емес, ол саған ана келіп алып, кел, мен балам зерек болсын, мен саған өрмекшінің хикаясын айтып берейін, мен саған құрбақаның қиссасын айтып берейін дейтін ол саған. Ол бер жағы, мен арғы жағын айтып жатырмын саған, үңгелтті. Сондықтан жағы, осы айттым ғой жаңа, web of meaning, хикмет өрмегі, орысша паутина смыслов дейді. Яғни әрбір адам өзінің көкірегінде сыртқы әлеммен байланыс жасаған кезде, өткенде айттым, құрмамен жасадым, Қожа Ахмет Яссауидің хикаясын айттым. Адыраспанды жасап көрсеттім, күрішті жасап көрсеттім. Міне, енді осының айналада тағы да қандай өсімдік бар, жан бар, жануар бар, не бар? Жиден ақпеш біреу. Жиде бар, арша бар, осының бәрі бізді қоршап тұрған адамдардың бәрін бізді осындай мынандай смысловой паутинаға кіргізеді енді. Осыған егер әрбір қазақтың оқыған көзі ашық жігіттер, атсалысып, мынау дұрыс айтып отыр мынау. Жаңағы Хайдеггердің айтып отырған смысловой паутинасын істейік дейтін болса, болды, онда құтылады. Бірақ бұған ғалымдар да атсалысу керек. Оқыған сен сияқты көз ашықтар да, қазақтар да қатысу керек. Сосын ең үлкен рычаг барлық мына мұсылмандар діни басқармасында тіркеліп тұрған облыстық аудандық мешіттерде отырған имамдардың қолында. Осылар осы паутинаны жасайды. Ол бір санжардың қолынан түкте келмейді. Егер имамдар отырып алып, мына 18 мың ғаламмен біргесіңдер, болмыстың бірлігі, вахдатул вуджуд, бәріне мәндік мағыналық мынандай илахи байланысқа түсіңдер десе, болды, бітті, бәрінің көкіректері байып шыға келеді. Мынаны қара, мына жиде. Саған ғой осы жидені көрсетіп, бағлана жиде саған қандай ассоциация береді десе, сразу романтикалық нелерін оянып шыға келеді. 17-18 жасында адам алғаш қыздарға, класстастарға ғашық болып жүргенде, там көктемде сындырып алып, ана классында кім, Сәлима ма, жаңағы Сахып Жамал ма біреуіне, соны апарып иіскеп жүргендерің. Көрдің ба, оны имманентный дейді. Яғни осы дүниенің ішінде сенің өзіңнің ішкі бір романтикалық сезімдеріңді ғана қытықтайды. Ал егер осының қиссасын айтатын болса, онда бұл сені трансцендентті дейді. Онда трансцендент деген сөз, бұл жиденің қиссасы сені бұл әлемді жарып шығады да, объективті әлемді. Ғайыпта тұрған тәңірлік әлеммен сені байланыстырып жібереді. Онда сенің ассоциацияң вообще бешеный болады. Онда сен ғұламаға айналып кетесің. Бұл дүниеге сыймай кетесің. Яғни қалай болады оқиға? Оны сен ана өмірге ғашық болу деген кітаптан оқығансың, бірақ сонда да оқымаған адамдар үшін бір рет айтайын. Анау мен бір сүйекке түсіп көрем деп бір молдалармен түстім ғой. Сол кезде жаңағы денесін ораған кезінде кебінді жасағанымен көрдім ғой. Сонда жаңағы құлағын тазалайтынды бөлек жасайды, мәйіттің мұрнын тазалайтын, тісін тазалайтын бәрін қолғабы, үш көйлек бәрі. Сонда үш қабаттап киіндірген мен бірінші рет көргем. Сөйтсем мәйітті үш рет кебіндейді екен ғой, ішкі киім, сыртқы киім деп, майкісі сияқты, бірақ жеңі жоқ мынандай. Сосын алдынан артынан мынандай бір 30-40 сантиметр ұзартып буат жаңағы. Сосын белінен, ортасынан, аяғынан буатыны бар. Соның бәрін мен көріп таң қалғам. Ойбай, мынау деген сұмдық өнер екен ғой, мынау деген, мынаның философиясы қаяқтан, әңгімесі қайдан шықты. Соны мынау қисса жинап жүрген кезде көрдік қой. Яғни сол кебіннің ішінде жиде араласады. Яғни адам ата Хауа жаңағы пейіште жүрген кезде тек қана жаңағы пейіштің тамағын жейді, ол кезде ат-қот шықпайды, ешнәрсе бүлінбейді, далаға шықпайды. Сөйтіп жүрген кезінде жаңағы қиым салынған бидай ағашын жеп қояды, ол жерде өсетін өсімдік. Сонымен асқазанға барғаннан кейін қорытылады дағыны. Бұлар машқара болған кезде бірінші рет ұлы дәреттерін шығарып құмалақ тастап қояды ғой. Соны енді баяғы маған айтатын осыны ескі кемпірлер шалдар өлтіріп айтады ғой осы қиссаны.
сонда жаңағы адам ата мен Хауаны пеште жүрген кезінде бүлдіріп құмалақ тастап қойды дейді ғой. Сол кезде дейді, готово паника болды дейді екеуі. Ойбай, мынаны қайға құртамыз, не істейміз деп. Сонда дейді, мен жәннатты айтпай ақ қояйын дейді, үйіңде дейді да қазір мысалға міне сен де сыңғырлаған сарайда отырсың ғой жаңағы 3 этажды коттеджде. Қазір ана кішкентай балаң ана паласқа кішетіп қойсыншы үлкен дәретін. Бітті болды, паника бастады. Қорт, ойбай, мына жерді жуып тазала, иіс алып барадыр. Патыр-пұтыр ана кілемді далаға шығарып, жуып шайып, кептіріп. Ол үйдің ішіне бала, кішкентай бала дәрет сындырса, сондай паника болады. Сен өзің ойлашы дейді, Құдайдың дәргейінде анандай кристальный чистота, анандай мөлдір тап-таза әлемде ана құмалақ тастап тұрса не болады дейді. Соны не керек жаңағы адам ата Хауаны қайқатқарын білмей, жаңағы алтып бұтына тығып тұрып еді, жаңағыдай сөрге жағымсыз қылқыбыр қолтығына салып тұрып еді, екі қолтығына жүн шығып кетті, содан бұл қылқыбырдың бәрін қырып жүріп құрдыңдар деген гигиена содан шықты деп ол әңгіме содан тарқатады. Содан ең соңында жаңағы жасырмақшы болып тақиясына салып құмалағын басына киіп еді, басына шаш шығып кетті, сонымен жаңағы шашын реттеп жүр деген әңгіме содан шықты деп болды ғой, әңгіме қыздырады ғой. Содан Тәңір Тағаланың қаһары төнеді. Мына екеуі дейді, осындай да осындай тыйымды аттады, екеуін алып шығарып тастаңдар дейді ғой. Сонда бүкіл періштелердің бәрі дейді оның алдында жаңағы адам атаны яғни құрметтеп, бұл халифа осылай, бұл іблісті сайыста жеңген бәлен бәшін біз бұған сәжде қылғанбыз деп жүреді. Содан Алладан әмір келеді ғой, екеуін шығарып тастаңдар деген. Сонда бәрі тосып тұрып қалып дейді ғой, мынаны қалай қыламыз деп. Сол кезде адам ата Хауананың білегінен ұстайды да қаштық дейді ғой. Да екеуі қашады. Сол жапырып шөптердің бәрі ойбай Құдайдың басып жапырып жол беріп қашып келе жатқан кезде жиде ағаш, Алланың айтқан бұйрығы екі болмайды. Жаңағы жиде ағашы енді буквалист біреу болса керек, жаңағы ай жоқ шай жоқ бұйрықты орындай беретін. Соны жаңағы жиде ағашының астымен жүгіріп бара жатқан кезде бұтағымен бас салады тағына, жаңағы ай-шай қарамай үстінде киімінің бәрін дар-дұр өткізіп сыпырып, жаңағы Хауананың үстінің бәрін сызып кетеді ғой, бұтақ жаралап тастайды ғой. Содан не керек? Екеуі тұржалаңаш әбүйірлерін жауып ұят болып өліп бара жатыр. Жүгіріп барады тағына арша ағашының ішіне кіріп кетіп еді, арша ұят болады деп жаңағы адам ата мен Хауананың бұтақтарымен жапырақтарымен жауып көрсетпей қалды дейді ғой. Содан кейін бір кезде Тәңір Тағала сөйлейді, ей жиде дейді, дұрыс дейді, мына менің әмірімді орындағаның, бірақ бұл халифа деген бұның мәртебесі бар, сәл әдепті болсаң етті, ана Хауананың үстінің бәрін жырып сен жарақат қылдың, сондықтан осында қаттылық қылғаның үшін сені де жазалаймын, сен де жерге кетесің дейді. Бірақ адамдар сені арнайы екпейді, судан жырақ өсесің, діңгегің қатты болады, бұтағың тікен болады. Бірақ жәннаттан екеніңнің бір белгісі қалсын, гүлдеген кезде ана гүліңнің иісі жәннатты еске түсіретін болсын дейді. Мына жиденің иіскеген кезде есіңнен танатын себебің сол дейді. Сосын байқайсың ба? Мына көшет сататын базарға көктемде баршы, жиденің көшеті сатылмайды ғой. Иә. Ол айдалада өздері өсіп тұрады ғой. Сол. Сондай иісі әдемі, бірақ бұтақтары тікен. Содан не керек? Шыққаннан кейін ана жерде тұрып Тәңір Тағала айтады ғой, болып шығыңдар енді, екеуіңде жерге кетесіңдер, мына жақтағы рахат өмірлерің бітті, менің айтқанымды екі қылдыңдар, уәдені бұздыңдар деп. Сол кезде інжір ағашы жағы адам ата Хауананың жалаңаш тұрғанын көріп жанашып кетті дейді ғой. Сонда өзінің санынан ет кесіп бергендей қылып, ана өзінің денесіндегі бұтақтарды бырт үзет тағына адам атаға үшеуін береді. Мынаны көйлек киіп ал, жалаңаш жүрген жараспайды, әуретті жерін жап дейді. Сосын Хауана қаратты айтады, сен қыз баласысың ғой, қыз баласы деген жалаңаш жүрмеу керек, ұят болады деп, оған бесеуін сындырып береді. Сол кезде жаңағы Тәңір Тағала айтады, арша менің халифама болысып, мына екеуін жаңәлде тыржалаңаш келіп құлаған кезінде бұтағыңмен жасырдың, сондықтан саған да қасиет дарытамын. Сенің бұтағыңды тұтататын болса, сенің иісінен жын, сайтан қашады дейді. Мына Алтайдағы қазақтардың біздің мына бүкіл арғын найман керейлердің мына үйге қонақ келген кезде хош иіс шықсын деп ана құманның түбіне аршаның бұтақтарын сындырып салып тастап сонымен ауыз шаятын себебі сол, ана микробтарды өлтіреді деп. Сосын ана бесікті де мына Алтай жақта, Өскемен жақта сол аршаның бұтағынан тұтататын себебі сол, жаңағы адам атаға көмектескен деп. Содан інжірге келеді кезек, інжірге айтады, інжір мен де жақсы көремін дейді, осындай мүсәпірлерге, бейшараларға болысқанды, осы қылығың ұнады маған дейді. Сондықтан сен дейді жалғыз сондай жеміс ағашы боласың дейді.
іші де сырты да қабығы да бәрі ем болады дейді. Мына інжірді қабығын ашмай жей береді ғой, ішіндегі дәнегі алынбайды. Содан мына қазіргі жүрек ауыратын, давлениесі бар, инфаркт ұстап қалатын адамдар жаңа інжірді жеп емделетін содан екен дейді. Содан енді адам ата Хауа жерге түседі, сонымен жүреді пәленбайлық үстерінен көйлегін тастамайды. Кейін екеуі қайтыс болған кезінде, бала шағасы аурулап көметін кезінде бұл жұмақтан киіп келген көйлектері енді жұмаққа қайтадан киіп кетсін деп, сол 5 қабат көйлегімен Хауа ананы, 3 қабат көйлегімен адам атаны жерледі дейді. Содан бастап кейінгі үмбетіне, ұрпағына бұл сүндет болып қалды дейді. Ер адам өмірден өтсе 3 қабат кебін дейді. Әйел адам дүние салса 5 қабат қып кебін дейтін содан қалды деп айтады. Көрдің, бір жидеден қанша біз әңгіме, міне әлемді байлау. Көрдің, бұның енді жаңағы алдыңғы ассоциациядан, жаңағы романтикадан не айырмашылығы бар деген кезде, көрдің, жаңағы 16-17 жастағы алғаш қыздарға қырындаған кезін еске салып едім, жымиып күліп, бір бозбалалық шағың есіңе түсіп, жымың етіп отыр едім, тәңірлік әлемнен толғай бастап едім. 80-ге келген қалмақты болып шыға келдің әні. Мұна ұялып қаласың ба енді? Қанша сағат уақытымыз қалды, бір біліп қойшы. Егер мұна 1 сағатқа толып қалса, өшіріп қайттан қосайық. Өйткені қызық енді болады. 1 сағаттан астық, бірақ тоқтатып 1 минутта, 5 минутта, 1 минут, 2-3 минуттан кейін қайттан кірейді. Онда болды. Мына тыңдағанға да оңғайлы болсын. Осымен жидемен мен бір бітірейін, енді екіншісіне жан-жануарларға өтейік. Жақсы? Ойбай, Гәуіл туралы сұрашы дейді. Алла. Ойдан қиса шығаруға бола ма деп сұрақты етіп отыр. Енді бұл қателесетін болсаң, апасына ой деп отырмын да. Маған бұл сұрақты миллион рет қойған. Сен ойдан қисса шығармай-ақ қой. Саған дейін 1000 жыл әулие ғұламалардың шығарған қиссасын жаттап сіңіріп біреуге айтып берші. Соған өмірің сонымен өмірің дәл соған жетпей қалады. Тамаша жауап. Шығармай-ақ қой, барын пайдаланыңыз. 36-ға келіп аузымыз ашып тыңдап отырмыз. Сол. Мұна айтып отырмын ғой. Бұны бағлан тағы да қайталап айтамын. Экзистенция философиясында бұны адам осы әлемде болмысы қайтсе дұрыс ашылады, адамның барлық қарым қабілеті қалай қайтсе аутентикалық жағынан көрінеді деген мәселе бар, басын қатырады соған кәдімгідей. Не істесе мына адамның психикасы ауырмайды деген. Соны айтады. Ана адам бұл әлемнің ішінде 3 әлемнен құралып тұрады. Біреуі осы объективті әлеммен, яғни жан-жануарлармен, айналасында өсімдіктермен, шөптермен, жидемен, құрмамен, немен, көрме қалай мәңгілік байланысқа түсіріп жатырмыз. Митвелд дейді, ол сыйластық деген сөзінің арасында адамдардың бақа есепке құрылмауы. Үшіншісі Эйгенвек дейді, адамның көкірегінің киелі идеяларға толы болуы, өзінің Құдай арасындағы бір сондай аяулы сезімдерге толы болуы. Енді оны қазір берді мен айтпаймын, өйткені біз Умберттің өзін түгендей алмай, соның өзін айтуға уақытымыз жетпей жатыр. Жақсы? Жақсы. Кеттік па? Кеттік аға, біз жиналып қалдық, сізден астық. Енді қызықты айтып берейін саған. Жан-жануарларға келіп тоқтадық. Жан-жануарларға келіп тоқтадық. Енді мынандай нәрсе бар. Мына Яссауи жолы қазақ мәдениеті деп айттық қой. Бұрын Яссауиге дейін де түркі тайпалары ол табиғатпен етене араласып, құраласып, бәріне сондай киездеп келген. Ол бұрыннан бар. Бірақ Яссауиден былай қарап, яғни көне түркі аңыздарының бәрін Құран рухымен үндестіру деген синтез кезеңі болады. Яғни жаңағыдай қойып отырған сұрағы сол құрауға бола ма, қателессең ұшасың ғой деп сенің де қорқып отырған сол психологиялық процесс. Сондайға түспес үшін аңыздарды Құран рухымен үндестіреді. Яғни сенің айтып отырған қиссаң Құрандағы иман шарттарына қарама қайшы келмеу керек. Міндетті түрде ол Алланың таухидын насихаттап тұру керек. Түсіндің ба? Бәрін соған подгон жасайды. Жаңағы уақдат вуджудте отқан сол жаңағы болмыстың бірлігі. Барлығы бір ізгілікке, бәрі бір мейірім шапағатқа қарай жөңкілу керек. Соны
бұрынғы мастерлер жасаған, жүзеге асырған. Енді кейін бұны құртқаннан кейін ана жаңағы ақбөкендерді атып, қиратып, сойып жүрген сол ғой жаңағы адамның көкірегі босайды. Яғни субъект менен, яғни жаңағы арқандағы қазақ объект, ол ақбөкен. Екеуінің арасында мәңгілік қарым-қатынас, жаңағы смысловой паутина үзілді ғой. Болды, одан кейін ол адам ақбөкенді аямайды. Ол маған қатысы жоқ деп ойлайды. Ол өлтіре береді, бытырлап, ата береді. Егер оған сен түсіндірсең, ей, ана ақбөкенмен сен екеуің бірсің. Сендер екеуің кие арқылы байланысып тұрсың. Бұл умвельт деп аталады. Умвельт деген сөз екеуің бір әлемде мән мағына кие арқылы байланып тұрсыңдар. Ананы ататын болсаң, өзіңде ананың киесі бұрып шалқаңнан түсіріп, аузың қисайып кетеді дегенді айтып түсіндіре алмай жатыр аналар. Көрдің? Жан-жануар былай тұрсын, мен адамның арасында мән жоғалып кеткен секілді ғой. Ол Митвельд сенің айтып отырғаның. Сенің әңгімең былай философияға салса. Сәке, сен умвельт үйінде отырсың, Митвельдтен айырылып қалдық. Яғни адамдардың арасындағы сыйластық қарым-қатынас жоғалды деп. А мен саған оның үстіне тағы да, бағлан, сен Митвельд айтасың адамдардың арасындағы. Қазір Эйгенвельд жойылып кеткен. Эйгенвельд деген адамның өзі қуыс кеуде оқыған, өзінің сезімдері өзіне жұмыс істемейді. Яғни сен дінді не үшін қабылдайсың білесің бе? Мен мысалы ислам дінін не үшін ұстаймын? Ислам діні Құран мені 18.000 ғаламмен мәндік, мағыналық кие байланысына жаңағыдай смысловой паутинаға мені кіргізіп бере алатын қабілеті болғаны үшін ғана мен ол Құрандықты Алладан түскен кітап деп мойындаймын. Мен сол үшін ғана ислам дінін ұстанамын. Егер мен бұл дінді ұстанған кезде бұл мені бүкіл объективті әлемнен, жан-жануарлармен мені қоршап тұрған барлық өсімдікпен мені осындай кие байланысына, Алланың таухидына бұл мені кіргізіп бере алмайтын болса, керісінше оны ширк, күнә, бәлен, бәшін, ойдан шығарған өтірік деп талқандайтын болса, ол дінді ұстау өте опасно. Крышаң кетіп қалады. Адам қартайған кезде жынды болады. Кәдімгідей сен альцгеймермен ауырасың. Сенде галлюцинация пайда болады. Сенде шизофрения пайда болады. Қарасай сен ана өзін-өзі жағып жүрген, соғысып жүрген, намаз оқымадым деп өзіңе талғарда күйеуін пышақтап тастаған еркек сен ден сау деп отырсың ба сол? Ауру ғой ол. Оны сондықтан егер сені қоршаған ортамен, табиғатпен, экологиямен мәндік байланысқа түсіре алмайтын болса, айналаңдағы заттардың киесін ашып бере алмайтын болса, ол дін жалған дін. Оны ұстауға болмайды. Ол құртады адамды. Ол интеллектіңді шайнап тастайды кәдімгідей. Енді жарайды, кеттік, бұны айтсақ айта береміз. Енді қалай істейді бұл? Бұрынғы Яссауидің кезіндегі шайхылар, суфилер, ишандар қазақтың даласында өткен. Өте ғұлама, өте зерең, жүрек көзі ашылған, сондай терең адамдар, зерең адамдар болған. Оларына Ыбырайымның оқиғасында Ыбырайым пайғамбарды отқа өртейтін жер бар ғой. Сол жердегі оқиғаны алаттағыны, оны қазақтың даласына қондыраттағыны, сонымен бізді байлайды ана. Сөйтеттағыны бүкіл қазақтың көзіне көріп тұрған қандай жан-жануар бар, соның бәріне кие тартып жібереді да, бізді 18.000 ғаламға, жаңа смысловой паутинаға кіргізеді бізді. Қалай кіргізеді? Енді бірінші қара сөзбен айтайын. Қара сөзбен айтқан қызық емес, шаршап кетесің. Бірақ амал жоқ айтамын. Анау Ыбырайым пайғамбарды отқа өртейін дейді ғой, Намрұд. Сол кезде бір мыстан кемпір келеді да, енді қазақы варианты. Бұл арабтарда жоқ, арабтар бұны түсінде де көрмейді. Бұл қазақ халқына ғана нәсіп болған нығмет, мен саған айтайын. Бұны пайдалану керек. Содан өртейін деп жатқанда бір мыстан кемпір келіп Намрұдқа айтады: "Ей, тоқта" дейді. "Мына біздің мына Вавилондағы, мына Месопотамиядағы ағаштардың сапасы қызуы нашар" дейді. "Анау Тұранның даласында мына түркі деген халық бар. Соларда сексеуіл деген ағаш өседі. Оның білесің ба, көмір сияқты теміріңді балқытып жібереді. Сен давай отанда ақ дегенің алғыс, қара дегенің қарғыс, төрткүл әлемге әмірің жүріп тұр, түркілерге елші жібер. Ана жақтан сексеуіл алдырайық, сексеуілге жағайық мынаны" дейді ғой. Содан не керек? Аңыз бойынша Сайрамға елші жібереді, сенің туып өскен ауылыңа. Содан Сайрамға келеді, осылай да осылай түркілер жиналыңдар дейді. Содан жаңағы ескі қазақтар ғой енді, мына жағы Маңғыстаудан, мына жағы Алтайдан, мына жағы желдік түстіктен түгел жиналып Сайрамда жиылыс құрып. Не?
Сонда айтады, солай да солай Намрут Ыбырайым пайғамбарды отқа өртейін деп отыр, соған сексеуіл керек, сендер де сексеуілсө деген деп. Сонда бәрі отырып ақылдасып айтты, иә дұрыс, түркі баласынан пайғамбар шықпаса да әулие шыққан, ертең біздің ұрпағымызды кейінгілер бетіне басады, пайғамбарды отқа өртеген кезде сексеуіл берген деп. Сондықтан саған тасбақада жоқ, қай ізбен келдің, сол ізбен кел, патшаңа сәлем айт, басымызды қатырмасын дейді көне қазақтар. Содан анау қызыл қызарып кетеді да барады да патшасына естіртеді. Сосын айтады, бұл түркілер есірейін деген екен, мен мына Намруттың шаруасын бітірейін, сосын ісім сендермен болсын. Сөйтіп тағына Ыбырайымды жаңа өздерінің ауылдарының ағашына әкеп өртеген кезінде ғой жаңағы жанбай қалатыны. Сол кезде жаңағы қарлығаш келеді, бұлбұл келеді, сосын отынды тартамыз деген кезінде жаңағы түйе тартпай қояды, жылқы тартпай қояды, есеге кеш есек те тартпай қояды. Сонда жалғыз ана қасым дегендерді айтып қойды. Ана айқара көз ғой. Не, сосын ең соңында қашырды әкеп тіркеген кезде қашыр жаңағы отынды сүйрейді дағын, Ыбырайым пайғамбардың теріс батасын беріп қашырға тұқымың көбеймесін деп. Сонда қашыр бейшара ат пен ешектің қосынысына шығатын содан болды деп айтатын сол. Енді сөйтіп тағына біткеннен кейін Намрутқа келіп айтады ғой. Көрдің ба, жаңа сексеуіл жаққан кезде мына өртенетін еді, ана түркілер құртты бәрін, сексеуіл бермей қойды деп. Сол Намруттың қазақтарды шабам деп, мынау қазақтың даласына армия жинап, қол жинап келетін себебі сол. Соның жаңа мынау Тұранның даласына келген кезінде Тәңір Тағала алды да жаңағыдай қап-қара бұлт сияқты масамен шыбын-шіркей жіберді дейді. Сонда келді дағыны барлық әскердің қойны қонышына, мұрнына, құлағына, аузына кіріп кетіп, соның әскері жаңағы тарап бір-бірін таптап, Намрут бейшараның мұрнына кіріп кетіп, миына қарай тесіп, ақырында басын сол Қаратауға барған кезде созақ жақта басын тасқа ұрып, миы шашылып, сол жерде өлді дейді Намрут. Содан Ыбырайым пайғамбар шыққаннан кейін айтты дейді оған, осылай да осылай, я Алланың сүйікті елшісі, мына Тұранның даласында сондай түркі деген мықты тайпа бар екен, солар сексеуіл деген отынды бермей, бастарын кәтерге тігіп, Намруттан қорықпай жоғал деп айтты дейді ғой. Сонда Ыбырайым пайғамбар, Алла, бұндай халықпен көрші отыру керек, мен бұларды құрметтедім деп, Ыбырайым пайғамбар мына Арқаның даласына келіп мал баққан екен дейді. Сол мына Арқаның даласының 4 түлік малға, жайылымға жақсы болатыны содан екен деп қазақтар бұлаңызды осылай тарқатады. Сол кезде ғой жаңағы 4 түлік малы жер дүниеге сыймай көбейіп кеткен кезінде ана үйіне 4 періште келіп тасбих айтып, малының бәрін сатып қағбан соғам деп қазақтың даласынан қайтадан көшіп кетті дейді. Бәрекелді. Иә, енді міне осыны біз қалай енді заманның рухын оятып, қалай қазақтардың сана сезімдерін трансцендентті әлеммен айналамызда көзімізге көрініп тұрған құс бар ма, жануар бар ма, бәріменен жаңағыдай мәнді киелік байланысқа қалай түсеміз енді. Сондықтан мен бұны аламындағыны тағы да Ләйлі Құндақбайға өтініш қыламын. Сіз мынаны маған жыр форматында жазып берсеңіз тамаша болар еді. Екі дүниеде ырза болар едім сізге деп. Содан не профессионал адам, өзі сырдың бойынан шыққан, атасы сопы өзі, кішкентай кезден суфийский литератураның бәрін езіп шылаған, жырдың бәрін жатқа соған, алды да шоколад қып ананы ұзақ 15 қыпқа жазып берді. Мен енді оның бәрін берді оқып отырмайын, үзінді айтып отырайын, саған? Жақсы. Жаңағы біріншісі бұлбұл деген құсқа қалай киек артады, қалай ананы бұлбұлды сен бұлбұлды қалай смысловой контакт орнатасың. Бұлбұлды көрген кезде сенде ассоциация қалай болу керек, қалай қазақтың интеллектісі жаңағыдай ғайып әлеммен байланысып кету керек. Тақырбас ана бөлмеге барды да интернетті ажыратып тастады. Не, солай жазып отыр тақырбас құттау деп. Ана сіздің айғанымға мен жаңалде өзімше көп айғара көзге көп сөйлеп қойып ем, өзімнің үйімдегі тақырбас одан да жаман. Күлме досқа келер басқа деген рас екен сол. Кеттік онда. Енді сонымен айттық, яғни бізге біз не үшін діннен кетпейміз? Не үшін біз дінді ұстанамыз? Не үшін мен исламға жабысып алдым? Не үшін мен бұл Құранға жабысып алдым? Бұл маған не беріп жатыр сонда? Яғни маған ислам дінінің беретін жері пайдасы осы жерде. Менің болмысымда умвелт, митвелт, эйгенвелт үш әлеммен мені киелі мәндік мағыналық байланысқа
ендіре алатын бұл діннің күші қуаты бар. Сол үшін де мен оны ұстанамын ақиқат деп. Түсіндің? Ал егер керісінше бұл дін мені кесетін болса, бұдан күнә, ширк, өтірік, анау, мынау деп мені қорқытатын болса, маған психологиялық атака жасайтын болса, мені қапасқа қамайтын болса, менің интеллектімді талқандайтын болса, менің ақылымды матайтын болса, ол дінді мен өлсем ұстамаймын. Кеттік. Так, сонымен біріншісі бұлбұлды көрген кезде біз қалай басқа әлемге ғайыпқа самғаймыз. Яғни былай бастайды. Ләйлі жазып жатыр енді. Үйгізіп бар ағашты тұтатқанда жанған от дем арасы лапылдады. Тұрса да өртенгелі зікір салып, Ыбырайым тіпті ешкімге жалынбады. Осы сәт тұтқиылдан ұшып келіп, бұлбұл құс жанған отқа жақындады. Ойы бар өз өмірін құрбан етіп, орнына пайғамбардың жағылмағы. Жебірейіл жаппар хақтың пәрменімен бұл құсты қағып алды жалындағы. Ей, бұлбұл, мұның не деп сұрап жатыр? О неше жанған отқа ағылғаны? Зар жылап бұлбұл сонда сөйлей берді. Ыбырайым достым еді ақырдағы. Бір күні орман қатты өртенгенде мен үшін ғазиз тәнін зақымдады. Ұятты одан бұрын мен өлмесем деп бұлбұл тоқтамастан тақылдады. Жебірейіл сабыр ет деп бұлбұл құсқа сөз сөйлеп шариғаттан нақылдады. Ақырым бір Аллаға тапсырдым деп бұлбұл құс бұдан кейін дамылдады дейді. Яғни бұлбұл құсты негізі әу басында бұл пеште жүрген кезінде зікір салып жүреді ғой жаңағыдай, Құдайды мадақтап. Сонда Адам ата Хауаны жерге қуылған кезінде бұлбұл құс өзі сұранған екен Тәңір Тағалаға. Мен мына халифаның жанында азанда сондай таң мезгілі болғанда жаңағыдай Адам атаны оятып, онымен бірге сені мадақтап жүрсем бола ма деп. Сонда жарайды, айтқаның болсын деп бұлбұл құсты Адам атаға жетектеп жүреді. Негізі жәннаттан келеді ең басында аңыз бойынша. Соны енді бір күні орман қатты өртенген кезінде Ыбырайым соның ішіне кіріп, бұның ұядағы балапандарын құтқарып алып шығады ғой. Кейіне сол Ыбырайымның өзін отқа өртеген кезде бұл енді келіп, мынау қалай болды деп өзін отқа лақтырғанда жаңағы бір күні орман қатты өртенгенде мен үшін ғазиз тәнін зақымдады. Ұятты одан бұрын мен өлмесем деп бұлбұл тоқтамастан тақылдады деп бұлбұл сол жерде ойбайлап жылап жатып, Жебірейіл періште қағып алып, ей сен тиіш тұр, болды енді Аллаға тапсыр, Құдай өзі бұл мәселені шешеді деп. Сөйтіп тағыны бұлбұл құсты құрметтеу керек. Сен бұлбұл құсты көрген кезде Ыбырайым пайғамбарды қоса көріп тұруың керексің, отқа өртеніп жатса. Көрдің ба, ассоциация қалай кетті? Иә. Екіншісі, енді біздің қарлығаш кетеді. Қарлығаш туралы неше түрлі аңыз бар. Соның біреуі осы ең көп айтылатын нәрсе. Ыбырайымды отқа өртеген кезінде қарлығаш жеп қанатымен су себелеген деген білесің ғой, естіп жүрсің. Көрдің ба? Екінші сөз. Сәлден соң қарап тұрса, бір қарлығаш ұшып жүріп отты айналып маңындағы құттай құс қанатымен су себелеп, өнбейтін бір ісінен жаңылмады. Аң-таң боп Жебірейіл сұрады одан, ау қарлығаш, мына от жоқ ешкімге бағынбағы, тамшыдан сөнген отты қайдан көрдің, жоқ нәрсе табиғаттың заңындағы. Аң-таң боп сұрақ қойған періштеге, қарлығаш жауап қатты, аңырмады. Менікі таза көңіл мұндай сәтте, жақсы ой ниеттестің табылғаны, берекет әрекетке дегенде бар, иемнің мен анық мақұлдары, деді де қанаттарын қағып қалып, бет алды көлге қарай жақындағы. Ыбырайым бұл құстардың ниетіне, өрттегі Ыбырайымға жақындады дейді. Көрдің? Енді екінші қарлығаш кетеді енді ананың артынан. Яғни Ыбырайымға барып ана су сеуіп жатыр, ана күліп жатыр, ана сен ден соңы өшпейді ғой деп сөйтсе айтып жатыр да жағы. Менікі таза көңіл мұндай сәтте жақсы ғой ниеттестің табылғаны. Просто ақ пенен қараның, ана сенің жазатын кінәның ақ пен қара. Сол ақ пенен қараның айырылатын жері ол ниетінен ғана көрінеді. Болды, оны құтқарып алуы міндетті емес ол жерде. Сосын жағы бұлбұлмен жағы қарлығашты ерлігін сөйлеп жырлап болғаннан кейін келесі сценаға өтеді. Ары қарай. Ал достым, қолыңды соз құтқарайын деп еді, ол да бұған сатылмады. Құдды бір бақ ішіне құрып қойған жатқандай салқын сабат шатырдағы хасби рабби жаллалла деп қайталап, бұл іске тіпті басын қатырмады. Жаратқан разы болып пайғамбарға бұйырды жанған отқа лапылдағы. Ей жалын, бұл досымды аман сақта, күйдіріп от боп қалма ғапылдағы. Сол сағат отта демін тартып ішке, ортаңғы бір орамы дамылдады. Құданың құдіретінен сырталаулап, сап салқып ішкі қамал жағылмады дейді. Көрдің? Сонымен тұраттағыны ана жерде от лапылдап ең Ыбырайымға жете берген кезде, сол жағы Жебірейіл періштеге ал қолың соз менен не көмек деген кезде ең көп айтылатын аңыздардың біреуі осыны.
хасби рабби жаллалла деп қайталап бұл іске тіпті басын қатырмады. Сонда мына Құдайға деген сенімнің ең биік категориясын көрсететін жер ғой. Тіпті Жебрейіл періштенің өзі келіп кел құтқарайын десе де жоқ, сенің өзіңнен көмек сұрауды мен онша бір жөн көріп тұрған жоқпын. Ниетіңе рахмет, ырзамын, былай тұра берші, қазір Тәңір Тағала өзінің құдіретін көрсетеді деп, сол жерде жағы таухидқа барып тірелетін жері сол. Сосын ары қарай енді осыны енді жан жануарлар құстарды түгендеді ғой енді. Ары қарап жан жануарларға өтеді енді осы оқиға. Ана енді пайғамбарды отқа өртеп жағып жатыр, ол жанбай жатыр. Пайғамбар отыр аллалап, жанған от кімді жалмамақ. Бұл іске куә болған ел намұртты қайтып таңдамақ. Сәл тұрса енді мына жұрт қасиет қонған пенде деп лап қояр отқа алғалап. Бұдан соң мына оқиға сүйегін көтер таңбалап, осыны ойлап падишах қақса да іштей қалбалап, білдірмей сыртқа мұнысын бұйырып барлық жендетке тасыңдар деді арбалап. 40 000 арба отынға түйені житек марданақ. Ойсыл қара жануар жеп өскен шөлден сарбалақ. Отынды тиеп тартқанда қозғалмай қойды орнынан, тұрса да жауы анталап. Шу-шулеген қуларға көбігін бүркіп қалғанда шулдай көшті қанғалап дейді. Сөйтіп, мына ойсыл қара жануар деп біздің қазақтың түйесін, ана түйені боқтама, ұрма, сабама, от төбеңе тұт, сен өйтіп түйені қорлау хақың жоқ деп айтатынның бір себебі сол жерде жаңағы ойсыл қара жануар жеп өскен шөлден сарбалап, 40 000 арбаға жегіп алғанда қозғалмай қойды орнынан, тұрса да жауы анталап дейді. Бәрі келген кезде түйе сөгізді. Жоқ, мен Құдайдың досын өртеуге ондай отын апармаймын деп тұрып алады дағына. Түйенің киелі болатыны, түйенің қасиетті болатыны, түйенің жаңағы шұбатын піссең, рак сияқты қауіпті ауруларға ем болатыны содан қалып деп арғарап тарқатып алып кетесің енді осы жерден. Одан кейін енді біздің Құдай бере салған қазақтың жаны қаны жағы мінсе көлігі, жесе асы, ішсе су болып отырған жылқыға келесің енді. Бұдан соң арба тартуға жылқыны салды таңдап, ойсыл қара жануар өзінің азба киесі жолатпай олда маңына кісіне қашты шалқалап, заулаған желдей жылқыға жетеме өңкей қалбалап, қарасын таппай қалған соң өгізді алды алқалап дейді. Яғни жылқыға да барамыздағыны отынға жегіп арбан сүйретеміз деген кезде жылқы кісінеп, туылап, кеуіп, тістеп, сөзден ол да отынды керек болса өздерін тасып алыңдар деп, ол да кетіп қалады сөзде. Көрдің, бір оқиғаның ішіне бір оқиға кіріп баратыр енді. Қарасын таппай қалған соң өгізді алды алқалап, шулаған жауды көргенде қызарып екі аңғалап, өкірі өгіз ұмтылды, зеңгі баба пірінен өзігі көнбес қамбалап, ойнақ салып ортада састырды жауын жаңғалап, қоршаудың шеті бұзылып, шашырап кетті тарғамап, қызылгөз пәле екен деп жан-жаққа қаша жөнелді, жалмауызда да жан барап, өгізден қашып құтылып, есекке келді сандалап дейді. Көрдің? Яғни өгіз де ана жерде сүзет, үйтет, давай жоғалыңдар дейді, бәрін таптап, сонымен ол жерден біздің сиыр деген жарықтықта абыроймен шығады. Енді біз жағымсыз деп есептейтін, ауылда кәшек жеп жүретін, бишараның еңбегі адал, еті харам дейтін есек деген фақыр бар ғой енді. Бишара оны баяғыда ауылда ол есектің ондай авторитеті бар екен білмейміз ғой жаңағыдай. Құдайдың алдында байғұстарды ана сымды өріп, ұрып, сабап, жаман қинаушы, қазір есіме түссе жаман ұялам сол есектерден. Олар өріп қалды ғой сонда да. Жалпы сол кезде Советский Союздың кезінде осындай кие деген нәрседен қаншалық алыс болғанды осыны жырларды, қиссаларды жаттаған кезде бар білемін да. Содан не керек? Өгізден қашып құтылып, есекке келді сандалап. Есек, екеш, есек те шулаған жауды көргенде ақырды қатты зарлап, тұрып алды табандап, төрт тағандап қозғалмай тұрып алды орнында, тартса да қанша шалмалап, көнбеген соң бұл қырсық жайылып қашырып жүр екен, оны ұстап алды қармалап дейді. Сонда есек, екес, есек сол айтқан ғой, қой айналайын, Құдайдың досын өртеуге отын тасыды деген не сұмдық, керек болса өзің тасып ал деп. Көрдің? Сонда осының өзі есекке бір абырой беріп, сонда адам есек дегенде бір енді объекті ғой біз үшін бір жағымсыз. Сонымен де сен анандай смысловой контактқа байлап қойған жерде есекті ұрма мына бишараны. Жынсыз ма бұл да кезінде Құдайдың досын пайғамбарды отқа өртеймін деген кезде отын апармай қойған деп. Содан не керек? Енді жаңағы ең сүйкімсіз жануарға келдік қой енді. Жаңағы көнбеген соң бұл қырсық
жайылып қасыр жүр екен, оны ұстап алды қармалап. Арбаға тиеп алғанда митыңдап қасыр жөнелді, болған соң тексіз жанталақ, зәнталақ дейді. 40 мың арба отынды жақтырса дағы өртенбей, шыққан соң досы, шыққан соң жауы аллалап, ызаға қатты булығып, өкіріп жерге құлады, намұрт көзі қанталап. 40 жыл қырғын болса да, хақ нұрынан үміткер, өлмейді ерлер нанталап дейді. Сол жерден от жанат, жаңағы жан-жануарлардың бәрі отказ береді, бармайды, тартпайды. Сол жерде қашырғана абыройдан жұрдай болады дағына. Сол жерден от сөніп, Ыбырайым шығады ғой енді. Енді ең қызық жеріне келдік, өзіміздің туған ауылымызға. Өрт сөніп шоқ ішінен жатқан жайнап, пайғамбар шыға келді ақыдайлап. Бұл қалай деп жендеттер таң қалысты, тастап ек аяқ қолын шандып байлап. Бұл қонып алып пайғамбардың меншіктеп оң иығын кетті сайрап. Қарлығаш ұшып қонып маңында жүр, оғанда қарап қойды жүзі жайнап. Бүлкілдеп төрт түліктің падишасы, бас иді пайғамбарға түйе маймақ. Алыстан жүйткіп желдей келе жатыр, жылқыда жайран қағып салып ойнап. Ешекте бір тасада тұрған екен, аузына түскен шөпті бырт-бырт шайнап. Ол дағы қуаныштан ақырғанда, құлағын жапты бұл басын шайқап. Өгіз деп мұп-мұмақан бола қапты, жан-жағын жатыр еді мана жайпап. Тамаша рахат жақтың дәмін елтіп, Ыбырайым езу тартты күліп жайлап. Тамаша қоршаған достарына орта қалып, пайғамбар бата берді балдай қаймақ. Көгеріп пайғамбардың батасынан бұл малдар өсіп өлді қоңын майлап. Батадан сырттап қалған бір жануар қасырға харам болды тұқым жаймақ. Бұдан соң Ыбырайым бір өлкеге, бұдан соң Халиулла бір өлкеге көшпекке ыңғайланды белді байлап. Сол мекен құттарған сайрам екен, баяғы тұран елі батырлаймақ. Ыбырайым ынтық болып, Ыбырайым ынтызар болып сол далаға ақырын кете берді көшін сайлап. Соңынан пайғамбардың еріп жүрген 4 түлік бірге көшті бота тайла. Пайғамбар көшін бұрды дегенде өстіп, тік тұрып күтіп алды халқы жайнап. Алланың артық көрген елшісінен ойлары дұға тілеп қолын жаймақ. Батасын алған халық пайғамбардың дұғасын кие тұтып етті байрақ. Қаншама содан бері заман өтті, жаулары келсе дағы андағайлап. Бірінен жеңілмеді ұлы дала, дұшпаны кете берді тісін қайрап. Кегі қайнап. Қан іздеп келгендердің қан болса да, бастары ұшып жатты тісін қайрап. Баяғы намұртта өсілге кегі үшін келген дейді ажалайда. Бұлғын анығын білуші тек жалғыз Алла, біздіңкі шумақ қылу сылап майлап. Баяғы құтты артқан пайғамбардың сайрамда жатыр дейді ізі сайрап. Жырымды осы арадан доғарайын, сайраған сала құлаш тілді байлап. Деп бұл бітеді өз жерде. Көрдің? Сондықтан да мына қисса жырларды не үшін жаттап, не үшін балдарға үйретіп жатырмыз? Ертең аналар өседі, ертең ана қазақтардың саны көбейеді. Сол кезде мына объективті әлеммен бұл қазақ халқы жаңа ұрпақ, қалай байланысып тұрсың сен әне жерде? Сен ертең ана 19 ғасырдың екінші жартысында ғана дүниені тонап, бірінші, екінші дүниежүзілік соғысқа кіріп кеткен ана мақау немістер сияқты бүлдіресің ғой ертең сен. Дихотомия болады ғой, субъекттің, объекттің дихотомиясы проблема ғой ол кәдімгі философияда. Көрдіңіз? Осы проблемалардың бәрін алдын алып, осы бәрін проблеманы болдырмау үшін, сол үшін сен экософияны осылай айналысасың. Сол үшін оны жырғып жаздырасың. Алдыңғы көкірек көзі ашылған әулие ата бабаларымыздың бәрінің біліп істеп кеткен нәрсесінің бәрі осы. Кейінгі ұрпақ азбасын, тозбасын, надан болмасын, білімсіз қараңғы болып, біреулердің табанының астына түсіп қалмасын деп, бізге осы үлгі өнегенің бәрін қалдырып кеткен. Міне Умверт деп отқан осы. Яғни есекпен де жаңағыдай мәндік қарым-қатынасқа, түйемен де, сиырмен де, бұлбұл, қарлығаш бәрі кете береді. Енді оны ана жақта қиссасын оқысаң, өрде, жылан, бақа, шаян, піл, қасқыр, түлкі бәрі араласып кетеді. Енді жырда қысқартып жазады ғой қазақтарға ыңғайлап. Міне бүгінгі әңгіме осындай. Көрдіңіз? Тағы айтылып айтамын. Егер бағлан сенің ұстанатын дінің, сен өзің ақиқат деп иман келтірген дінің, егер сені табиғатпен, жан-жануарлармен, өсімдіктермен, киелі әлеммен,
яғни умвет, митвет, эйгенвет деп сені 18.000 қаламмен мәндік, мағыналық, трансцендентті, рухани байланысқа түсіріп бере алмайтын болса, ол дінді ұстаудың смыслы жоқ просто. Жоқ, не жүзі? Адам надан болу үшін, адам қараңғы болу үшін, адам топас болу үшін дінді ұстай ма? О заманда, бұл заман. Адам деген әулие болу үшін, ақылды болу үшін, ғұлама болу үшін, ғалым болу үшін дінді қабылдайды. Басқадан озу үшін дінді қабылдайды. Сол үшін сен дінді арқа тұтасың. Үйіліп, салпаңдап, көштің артында елдің қоры бол, әркімнің жаңағыдай табанның астында тряп болып жататын болса, не істейсің? Көрдіңіз? Так что, болашақта тағы да мен өзімнің оптимистік позициямнан таймаймын. Үмітім зор. Болашақта біздің осы Қазақстандағы барлық діни ахуалды бақылап реттеп отырған біздің Мысырда оқып келген сауатты имамдардың бәрі осы үзілген дәстүрдің бәрін қолға алып, осыны ислам философиясының негізінде, ислам руханиятының негізінде осыны халыққа қайттан үйретіп, әбден қараңғылыққа батып, объективті әлеммен мәндік байланысы үзіліп, экзистенциялық фрустрацияға кетіп, шашылып бара жатқан қазақ халқын құтқарып қалады деген үмітім әлі зорды менің. Көрдіңіз? Үміт ақталады, құдай қаласа. Мына бізді көріп, нерде тыңдап отырған барлық қазақ, ол бала тәрбиесі үшін керек екен, баланы көкірегін қазынаға бай болады екен, ол бер жағы, ол побочный эффект ол сен қаласаң да қаламасаң да жаттағаннан кейін бола беретін. Бұның ең бірінші ұратын точкасы жаңағы being in the world дейді, бытие в мире. Болмыстың осы дүниеде лампочка сияқты жануы деген. Бұл осы негізі. Осы үшеуін іске қосқанда барып, адам лампочка сияқты жарқ етіп жанады. Сол кезде барып, жаңағы шамға көбелектердің үйір болатын. Одан бертін ол тыңдап алмайды. Осы дәстүрді үйіңе ендірсең, ендірдің, балаңа үйретсең, үйреттің. Осы дәстүрді ұстап қаламадың ба? Осы өркениетке осындай жолмен жалғана алмадың ба? Діннің ең адамға беретін нәзік, адамға беретін ең жарық, адамға беретін ең нығметті тұсынан осын ұстап қала алмадың ба? Болды, бітті. Ешқандай пайда ала алмайсың. Кері қарай кете бересің, сосын жаңа өздері ойлап тапқан діни догмаларға маталып, ақырында соның ішінде өзі жоқ болып құриды сонымен. Бағлан, сағат қанша болды? Қанша сөйледік екіншісінде? Екінші сағатқа жақындап бара жатырмыз. Егер жаңағыдай мұхлис көрермендеріңіздің бір осы темаға сұрақтары болса, жауап берейік. Болмаса, негізгі әңгіме айтылды, мен бәрін түсіндірдім деп ойлаймын. Экософияны. Көрдіңіз? Экософия деген бар ғой, ислам руханияты деген сөз ғой. Егер арам битеп сәл түртетін болсаң. Осының алғашқы іргетасын қалып, фундаментін жасап беріп кеткен пайғамбардың өзі ғой. Сол ғой жағдай. Жан-жануарлардың бәрін қинамаңдар, өлтірмеңдер деп ең бірінші айтып жүрген. Еңбегіңіз жана берсін. Сәгел, анада да айтып еткен, жеті атасын білмеген жетесіз деп. Енді қай қазақты алып қарасаңыз да бұрынғы текті бабаларымыз жеті ұрпағында ойлаған. Сондай бір ерекшелігі бар ғой. Осындай экософияңыз, құдай қаласа, жалпы жасап жатқан еңбектеріңіздің барлығы, жаңағы ұмытып қалған жерлеріңізді ұлыңыз ба жалғап беріп жатыр ғой, есіңізге түсіріп беріп жатыр. Сол сияқты. Қасында жаңағы группа поддержки ғой, мен ұмытып қалған кезде айтасыңдар деп, сонымен алты жағынан қоршап отыр, көке былай ғой деп шулап отыр олар. Жақсы, амандық болатын болса, олардың барлығы өзіңізден асып қойған азамат болып, жеті ұрпақтың қамын ойлайтын, бүгінгі жеті ұрпақтың құлағына жете берсін, бүгінгі жасап жүрген еңбектеріңіздің барлығы. Рахмет. Өзіңіздің де сіздің неше бала шағаңыз бар? Мен екі қызым бар. Екі қызым дейсің ба? Иә. Мына пайғамбарымыз Миғражға ұшқан кезінде дейді, адам ата Хауа ананы көріп сәлем береді ғой. Сонда Хауа ана дейді, әңгімелесіп отырған кезде оң аяғын тарып қалып еді дейді.
жарық нұр жарқ ете қалыптағына 18.000 қалам гүл жайнап кетті дейді, сандуғаштар сайрап жәннат болып. Содан сол аяғын тартып қалып еді дейді, бұрқ етіп бір сәуле шығып, от жалын бәрін өртеп жоқ қылып жіберді дейді. Соны жерде енді біраз тұрып әңгімелесіп, адам атамен қоштасып кетіп бара жатқан кезінде пайғамбарымыз сұрайды дейді Жебірейілден. Әй Жебірейіл, жаңағының хикметі не болды деп. Сонда Жебірейіл періште айтты дейді, ей Құдайдың досты Мұхаммед, ол ана тұрған болған оқиғаның хикметі, оның мәні жәннатта, тозақта, анаңның аяғының астында деген ана тәрбиелеп өсіріп жатырған үмбеттерің ел болам дейтін болса, 3 қыз тапқан әйелді төрге шығаруды үйренсін деп айтты. Сонда пайғамбар таң қалды ана жерде. Ал егер 3 қыз таппаған әйел болса не істеймін деп еді? Онда 2 қыз тапқан әйелді төбеңе отырғызасың деп айтты. Ал 2 қыз таппаған болса ше деп, онда 1 қыз тапқан әйелді сыйлайсың деп айтты. Ал егер қыз таппаған әйел болса ше, онда ұл тапқан деді. Ал әлі тумаған болса ше, онда ерін күткен деп айтты. Ал әлі тұрмысқа шықпаған болса ше деп, онда өзінің ар-иманын күзеткен деп айтты. Не десең ол де, қыз баласын құрметтеп, әрпештеп төрге шығарып, оны күтіп, баттап бақпай, сендер үмбет болып, ел болып, сендер өркениетке жалғана алмайсыңдар. Осыны айт деп айтты. Сол миғраж сапар біткеннен кейін пайғамбар келді дағы үмбетін бәрін жинап алып айтты. Бұдан былай қыз баланы кемсіткенде анау-мынау сондай надан топас әңгімен доғарыңдар. Бұдан былай 3 қыз тапқан, 2 қыз тапқан, 1 қыз тапқандар кете береді жоғары қарай. Сол сияқты сіздің келіншегіңіз 2 қыз тапқан ана ретінде сіздің мына жеріңізде отыру керек қой. Не тыңдап отыр ғой. Ол енді праваларын біліп қойды, енді саған күн бермейді. Енді тікелей түсінбейтінін білем мен десең да. Қой, онда осымен болды ғой дейм, Болып қалдық, әдемі күйінде аяқтайық, әдемі нотада аяқтайық. Әдемі күйінде аяқтайық, жақсы. Егер тағы да болашақта әйтеуір сізбен біздің уақытымыз сәйкес келіп, тағы да мұхлистар қайдасыңдар деп жатса, онда елдің қалауымен мүмкін тағы да шығармыз. Жақсы, алдағы уақытта хабарласып отырамыз. Енді сенбі емес, басқа күнге ауыстырайық. Сенен гастрольде жүрген адамсың ғой, ұшып-қонып. Сондықтан ол сенің графигіңе мен ыңғайланамын. Ал менен бұл жерде Түркияның карантині қатты, мен мүлдем қамап тастағам, мен тырп еткізбейді. Сондықтан сен тек өзіңе ыңғайлы календарға қарап жүр. Жақсы? Жақсы, болды. Байланыстамыз. Жақсы. Бәріне сәлем айт, көріскенше күн жақсы. Квартеттегі жігіттерге оларға да сәлем айт. Бүгінгі қиссалардың бәрін жырларды жаттамасаң да қалғандарын айтып бересің. Умвельт деген жаттап алсаң, Умвельт. Жігіттер Умвельт деп қоясың, болды. Жақсы, эфирдің барлығын YouTube-ға әдемелеп жүктеп жүрмін. Сақтауыңыз дегендер YouTube-тан көре аласыздар. Бала тәрбиесі туралы деп бүгінгі әңгіменің барлығы бала тәрбиеге тікелей қатысы бар. Оған арнайы соғып қарайшы, ол бала тәрбиесі деген ол сайд эффект қой, жаңағыдай. Ырықсыз эффект. Мына әңгімені айтқан кезде ана өзінен өзі реттеліп кете беру керек. Ал жақсы, онда қимастың. Жақсы. Жақсы, ассалам алейкум. Уалейкум ассалам, көріскенше. Сау бол, бағлан. Ал кет.